Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай банановый пирог немесе банановый пай деп аталынады жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен барлық песочный тесті секілді ұнымызға майымызды теркадан өткізіп саламыз. Майымыз міндетті түрде қатты болу керек, яғни мұздатқыштан алынған. Осылай барлық майымызды теркадан өткізіп аламыз. Бұл менде универсал песочное тесто. Барлық пирогқа осы тестаны қолданамын. Осылай барлық майымызды өткізіп болғаннан кейін май мен ұнды араластырамыз. Майды ерітіп, ұнға елеудің қажеті жоқ. Екеуі крупа секілді бір-бірімен тек араласса болғаны. Осылай әдемілеп тез араластырамыз бір-бірімен. Осындай түйіршікті болған кезде үстіне қантымызды және содамызды саламыз. Ас содамыз немесе разрыхитель қолдансаңыз болады орнына. Одан соң араластырамыз. Бұндай пирогтарды жақсы көретін өте тез дайындалады және ешқандай артық ыдысты қажет етпейді. Осылай одан соң жұмыртқамызды саламыз үстіне. Жұмыртқаны алдымен қасықпен араластырып алыңыздар, өйткені қолыңыздың жылуы майға беріліп, май тез еріп кетуі мүмкін. Одан соң ары қарай қасықпен араластыруға болмайтын кезде қолмен иілейміз, қамыр иілейміз. Былай айтқан кезде барлық тестіміздағы қосымшалар біріккенше қоспалар осылай әдемі болып біріктіреміз. Бірігіп болғаннан соң полиэтилен пакетке немесе пищевая пленкаға салып тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоясыздар. Жарты сағаттан соң алып табаңызға жайып шығасыз. Осылай қолыңызбен жайып шықсаңыз өте ыңғайлы. Оқтаумен жайып тұрудың қажеті жоқ. Мен өзім осылай жасаймын әрқашан. Табаның астына ештеме жағудың қажеті жоқ мұнда. Себебі тестінің өзінде құрамында май бар, ешқандай жабысып қалмайды, тез алынады табадан. Барлық астына жабыстырып болғаннан кейін қалған жартысын қамырымыздың жиегіне жабыстырып шығамыз табаның. Жаңа айттым, алғашқы қамырымызды екіге бөліп алып, жартысын астына, жартысын жиектеріне жабыстырып шығамыз. Осылай әдемілеп қатты қысудан қорықпаңыздар, тез алынады, бұл жабысып қалмайды ешқандайда. Зато пирог піскен кезде жиектер әдемі болып көрініп тұрады. Болмаса, бұндай таба болмаса, кәдімгі табаларыңызға істей берсеңіздер болады. Жиегі тегіс болып шығады, онда ештеме жоқ. Одан соң жан жағын осылай қолмен әдемілеп шығамыз, жиектерін тегістеп. Егер сізде жай таба болса, керек биіктігіңізді алып, сол биіктікке жеткеннен кейін вилкамен төбесін басып шықсаңыздар болады, тегістеледі. Болғаннан кейін қамырымыз жай осылай вилкамен астын тесіп шығамыз, немесе үстіне груз қойсаңыздар болады. Осылай пирогымызды 180 градусқа жарты сағатқа пісіріп аламыз. Қызарған пирогты осылай аламыз. Жаңа айттым, міне тез алынады осылай табадан. Астын пышақпен немесе шпательмен торты тегістейді, өздеріңіз білесіздер, кесіп аласыздар. Пышақпен кесіп алсаңыздар да болады, өте оңай алынады. Осылай піскен пирогымыздың үстіне банандарымызды қойып шығамыз, бір слой қылып. Одан соң үстіне вареный сгущенкамызды, пісірілген қойылатылған сүтімізді құйып шығамыз. Құйып үстіне жағып шығамыз, барлығына тегістеп. Ең бірінші слойына сгущенка жіберсеңіздер де болады, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Және оның үстіне тағы да бананның слойын жібереміз. Осылай пирогымызды бір жетке қойып, енді кремін дайындаймыз бетіне. Салқын кілегейімізге үстіне қант ұнтағын салып, миксерлейміз. Миксердің жылдамдығы орташа жылдамдықта. Осылай көпіршей бастаған кезде үстіне творожный сырымызды салып, оны алдымен миксермен осылай қоспай тұрып араластырып алыңыздар, себебі қатты шашырап кетуі мүмкін. Одан соң миксерлей бастаймыз. Миксердің жылдамдығы орташа жылдамдықта. Міне осындай
консистенцияға, қатты консистенцияға жеткенге дейін тұрақты миксерлейміз. Оған шамамен 10 минуттай уақыт кетеді. Одан соң вупи пайдың насадкасына салдым. Егер сізде насадка болмаса, жай ғана осындай көлемде кондитерский мешогыңызды қырқып алсаңыз болады, немесе полиэтилен пакетке салсаңыз болады. Одан соң осылай барлық пирогымыздың үстіне тамшы секілді қылып жайып шығамыз. Оның үстіне какао сеуіп қойсаңыздар, өте әдемі болады. Немесе неше түрлі жидектермен әсемдесеңіздер болады. Міне осындай бізде әдемі бонофи пай шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.